Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясындағы Құнанбай бейнесі мен оның тарихи тұлғасы. Әр халық өзінің ұлы жазушыларымен мақтан етеді. Бізде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын қазақ халқына сыйлаған ең құнды да керемет әңгімелерінің бірі болып табылады. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясындағы біздің бүгін Құнанбай бейнесін ашу болып табылады. Енді білеміз, Абай жолы роман-эпопеясында Құнанбайдың бейнесі жағымсыз рөлмен баяндалады. Бірақ бүгін біз Құнанбайдың басқа қыры жағынан оның қандай тарихи тұлға болғанын ашып көрсету болып табылады. Яғни мақсатына келер болсақ, сабақтың Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман-эпопеясындағы күрделі бейне Құнанбай образы мен оның тарихи тұлғасы жөніндегі нақты деректерді салыстыра талдай отырып, Құнанбай бейнесін жан-жақты ашып көрсету. Студенттердің өз пікірлерін ашық айтуға, өз көзқарасын теориялық және практикалық дағды тұрғысы жағынан да дәлелдеп, шешен сөйлеуге және логикалық ойлау қабілетін дамытуға баулу болып табылады. Яғни студенттерді адамгершілікке, әділдікке, мейірімділікке тәрбиелеу. Сабақтың түріне келер болсақ, бүгінгі сабағымыз дебат сабақ. Яғни ұранымыз ізденеміз, зерттейміз, салыстырамыз, табамыз. Сабақтың әдісіне келер болсақ, сұрақ-жауап, баяндау, пікірталас, ой тастау, ойланту технологиясы. Енді сабақтың барысына келер болсақ, ол бірінші ұйымдастыру бөлімі. Ұйымдастыру бөлімінде біз қызығушылығын ояту бейнесінде Құнанбай фильмінен үзінді көрсетеміз. Құнанбайға келер болсақ, Құнанбай рухани дүниесі таза адам. 1874 жылы Меккеге барып, қажы атанады. Меккеде 2 жылдай тұрып, мұсылман елдерінен барған адамдар түсетін үй тәкие салғызады. Яғни 100 адам сиятын 12 бөлмелік үй салдырып береді. Осы қазағым Меккеге келген кезде осы жатар жері болса екен, осы жерде қажылықта тұрар жері болса екен деп, осындай үлкен үй салғызған адамның бірі болады. Яғни Құнанбай Қарқаралы қаласында медресе, мешіт салғызып, қазақ балаларын оқытады. Яғни Құнанбай барымтаға, зинақорлыққа қарсы болады. Елге танымал, көкірегі ояу, ақылды жан, қарадан шығып аға сұлтан болған. Ол туралы белгілі зерттеушілердің пікіріне тоқтала кетсек. Ахмет Байтұрсыновтың сөзі: Құнанбай жұрт аузына қараған қазақтың басты адамдардың бірі болған. Поляк халқының саяси жиһанкез Адольф Янукович деген жазушысы былай деген: Құнанбай өңірге аты жайылған адам, ғажайып ақыл ес және жүйрік тілдің иесі. Іскер аталастарының игілігі үшін барлығын жасайды. Жаратылыстан ақыл парасат дарыған, керемет зерек, тілге бай, байыпты, тыңғылықты адам. Халқының қамын ойлайды, оған жақсылық жасасам дейді. Елінің ежелгі жөн жобасына, Әл-Құранда жазылған шариғат жолына аса жүйрік. Россия үкіметінің заң ережесіне де жүйрік. Қара ақылды, қақ жарған, әділ, адал азамат. Қазақ даласына жасалған саяхаты туралы жазбаларынан үзінді. Алматы, 1974 жылы. Академик Зейнолла Қабдолов адамды биік қияға, адамгершілікке, абзал қасиетке баулайтын Абай не Абай бастаған сан типті кейіпкерлер ғана емес, бұларға қарама-қарсы типтер, оның оқшау өкілі Құнанбай. Ол біздің мықты тәрбиешіміз. Шәкәрімұлы Ахат. Құнанбай қарадан шығып аға сұлтан болған. Ол орыс халқының мәдениетін, өнерін сүйді. Үй, мешіт салған, балаларын орысша оқытқан. Баласы Қалилолла Айқыздан туған, орыс мектебінде оқыған. Абайға тағы басқа бауырларына орыс классиктерінің туындыларын әкеліп таныстырған осы Халел. Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Қарауылда Құнанбайға ескерткіш орнатылды. Авторы семейлік мүсінші Нұрбол Қалиев. Міне суреттен көріп отырғандарыңыздай. Құнанбайға ән шығарылды. Сөз мен әні Ернұр Мұсабайұлы Әзімбаев Құнанбай қажыға арнау деп аталады. Жидебайдағы Абай мұражайында Құнанбайға арналған арнайы кабинет ашылады.
мына жерде ой шақырту стратегиясына келер болсақ, бұл үзінді қай фильмнен алады? Фильм кімнің қай шығармасы желісі бойынша түсірілген? Құнанбай туралы не білесіңдер? Мына жерде кішкене ғана үзінді бар Құнанбай туралы фильмнен. Яғни Құнанбай рөлі ойнаған актеріміз. Енді бірінші топ Құнанбайдың әдеби образы бойынша даттаушы топ болады. Екінші топ Құнанбай тарихи тұлға бойынша ақтаушы топ болып, екі жақ дебат сабақ құрастырады. Проблемалық сұрақтарға келер болсақ, Құнанбай шын мәнінде қандай адам болған? Яғни еркін микрофон сұхбатын алу келер болсақ, Құнанбайдың өзіне тән мінез құлық ерекшелігін ата. Бүгінгі Құнанбайды кінәлап сөйлеген пікірде не айтылады? Сол заманда өзің Құнанбай болсаң не істер едің? Құнанбай бойында 21 ғасыр әкімнің бойында болуы тиіс қандай қасиеттер бар? Сен роман кейіпкері Құнанбайсың. Балаң бен немереңе теріс бата бергеніңе өкінбейсің бе? Біз сабағымызды енді тарихи тұлға Құнанбаймен сырласуға арнайық. Енді өмірдегі Құнанбайға өз айтар сөздеріңді. Мен сізді бүгін таныдым монолог, яғни бірінші шақта өзің жазып ойластырасың. Қара сөздерін арнау өлең суретін болмаса эссе жазуыңа болады. Яғни Абай Құнанбайұлында бізде Ұлжан бар, Әмір, Қодар, Қамқа, Салтанат, Ділда, Тоғжан, Кәмшат осы рөлдерге еніп өз ойыңды тек бірінші шақта жазуыңа болады. Екінші тақырып бойынша Құнанбайға хат, өтініш, үкім, бұйрық, сенімхат, хабарландыру жазуыңа болады. Қорытындылай келсек бүгінгі сабағымызды. Біз бүгін солақай саясаттың құрбаны болып, феодалдық салттың өктем билеушісі ретінде танылып келген Құнанбайдың тарихи тұлғасын жаладан арашалап, жаңа бейнесін қалыптастырдық. Туған елге, жерге, отанға деген тағзым осындай жаңғыртулардан басталады. Бүгін біз бәріміз кешегі әдеби образ Құнанбайдың нақты тарихи тұлғасын іздеп зерттеп таптық. Бұл өздеріңнің де жаңғыруды бастан кешкендеріңді аңғартады. Саналарың мен ой сезімдеріңде басқаша өзгеріп, жаңаша ойлану, соған сай әрекет жасау басталды деп түсінемін. Сана түзелсе, ел жаңарады. Сен жаңаша ойлансаң, халқың өзгереді. Бұл серпіліс, жаңғыру әлемдік бәсекеде әуелі қазақ халқын танытпақ. Сен соның бір бөлшегісің. Бүгінгі сабағымызға қатысқандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.